Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 22 тамыз күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға онша емес, бірақ жол жүруге жақсы адамдармен танысасыздар және бір тәтті тамақ жейсіздер деп көрсетеді жолға жүрсеңіздер. Енді бүгінгі күннің өзі былайша столкновение күн. Абайлаймыз, машина авария, осы ай негізі деп жатқан сүйікті абайлаймыз денсаулықты. Және бүгінгі күннің энергиясы негізі керек емес заттан құтылып, жаңа нәрсе бастамаңыздар. Бүгін осы кешке, осы 22 тамыз күні 22-сіне 23-не қараған түні жұлдыздардың жағы ағу өте көп болады. Егерде сол көрем, жұлдыздардың аққанын көрем, тілеймін дейтін болсаңыздар, жіберіп алмайсыздар. Және 23 күні азанда жаңа айтуады, өздеріңіз білесіздер, ритуалдарын жасап. Және бүгінгі күнде сиыр, жылан, тауық жылы туылсаңыз, немесе январь, май айы, сентябрь айында туылған болсаңыз, атша шапқылайсыздар, жол жүрулеріңіз мүмкін, атша шапқылауларыңыз мүмкін, бір үйде отырғызбайтын, бір жерде отырғызбайтын энергия бар, сондықтан бүгін шаршайсыздар ау. Декабрь айында туылғандар, сіздерге бүгін дәрігерге көрінген жақсы, дәрігерден ем алған жақсы деп көрсетеді. Ұлу жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылған болсаңыз, бүгін әдемісіздер. Блогер болсаңыздар, прямой эфирге шығыңыздар, сіздерді көреді, байқайды, сіздерді тыңдайды. Тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылған болсаңыз, бүгін сіздерге 22 тамыз күні өзіңіздің білімділігіңізбен, ақылдылығыңызбен, санаулығыңызбен көзге түсуіңіз мүмкін. Дәл солай қонаққа да баруыңыз мүмкін, той, либо сіздерге келе ма қонақтар, либо сіз бір жерге барасыз ба, концертке барасыз ба мүмкін. Сол жақта мүмкін сіздің сол ақылдылығыңыз бен абыройыңыз көтерілуі мүмкін. Бірақ денсаулық жағынан көзбен жүрекпен абай боламыз. Сиыр жылғы, немесе барыш жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, немесе февраль айында туылсаңыз, марттың 4-не дейін, сіздерге ертеңге зат жоғалтып алудан, алданып қалудан, абайлаңыз, біреуге көңіліңіз қалудан, либо сіз біреумен тілмен ренжітесіз ба, бірақ ешкімге алданып қалмаңыз, затыңызды ұрлатып алмаңыз, ақшаңызды абайлаңыз деп көрсетеді ғой, бірақ енді ертеңгі күннің энергиясы былай әкеп тұр да, сіздерге біреулерді естейсіз ба, әлде өзіңізді туралы айтасыз ба, ерте күйеуге шықтым, әлде неге сонша асығып жатыр екен, ерте күйеуге шығып жатыр деген сияқты біреулер туралы естейсіз ба, айтасыз ба, әлде просто өзіңіздің ойыңызға түсе ме екен сондай нәрсе. Абай боласыздар ғой, енді зат ұрлатып алудан әсіресе. Либо ұмытып кетуден, күндеріңіз сәтті өтсін. Қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, сіздерге арналады 22 тамыз күні именно недвижимостьке қатысты біреумен талас болды ма, либо сот ісі болып жатыр ма, әлде соған қатысты недвижимостьке қатысты ұрсып қаласыздар ма, сол жағынан абай болыңыздар деп көрсетеді. Ешқандай әңгіме айтпаңыздар, кішкентай болмашы әңгімеден үлкен бір ұрыс керіс басталып кетуі мүмкін, ертеңгі күн барынша тыныш өткіземіз. Әйтеуір сол бір недвижимость мәселесі, мама мәселесі, балдарға қатысты недвижимость мәселесі, әйтеуір бір ақша, недвижимость мәселесі абай болу керек. Әйел адамдар денсаулық, женский жағы, ішке қатысты сол денсаулыққа абайласын деп көрсетеді. Күндеріңіз жақсы, сәтті өтсін, денсаулыққа қараймыз. Ұлу жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылсаңыз, либо май айында туылсаңыз, июньнің 7-сіне дейін, онда бұл болжам сіздерге арналады. Бүгін 22 тамыз күні сіздерге осы баланың бір жолы болмады, ақша таппады, мен ақшамда құртты деуіңіз мүмкін, өйткені ақша далаға шашты, ал ақша көрінбей кетті. Тапқан ақша, келген ақша деген сияқты бір қырсықтықтың кесірінен сондай бір мәселелер туындауы мүмкін, ұрыс керіс болуы мүмкін. Либо просто жынданып қоя саласыз ба, ойлап қоя саласыз ба, либо өзіңізді солай ойлайсыз ба, күйеулеріңізді бір жерге қыдырып ойын ойнап келем десе жібермей қойыңыздар, өйткені ақшаны далаға шашып келуі мүмкін. Егерде ойынға мар болатын болса, бүгін абайлайсыздар ғой, ұлу жылға, жылан жылға, либо осы айларда туылатын болса, әйтеуір қырсықтықтың кесірінен ақшаны далаға шашу ғой, энергиясы келіп тұрған, абайлаңыздар. Бірақ ұлу жыландарға шамалы тез болмады, осы тез ақша таба қоймады, менің жаратқан, менің еңбегімді тез маған өндіре қоймады дейтін энергия ғой енді келіп тұрғанмен, бірақ бүгін ақша түседі деп көрсетіп тұр. Бір қызыл киім киіп алыңыздар, немесе қызыл помидор, либо алма жеп алыңыздар, соны энергияны айналып өту үшін стрессті. Жылқы жылы туылсаңыз, немесе июнь айында туылсаңыз, сіздерге арналады. Бұл болжам 22 тамыз күні сіздерге барынша бүгін
менің корона сөзім ғой, еш шатпау жұмыс жасаңыздар, сол кезде алдағы уақытта бір жақсы жаңалық естейсіздер, ақша келеді деп көрсетеді. Бірақ енді бүгінгі күннің энергиясы сіздерге бір отбасыңызбен қуанасыздар, қуанышты жаңалық естулеріңіз мүмкін, бір тойға дайындаласыздар ма, той бола ма, әлде жақсы жаңалық көп болсын, той болсын лайым. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қой жылғы немесе мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында, либо август айында туылсаңыз, сіздерге арналады. 22 тамыз күні сіздерге бүгін білімділігіңізбен, ақылдылығыңызбен, сондай абыройыңыз артады, жақсатыңыз шығады. Бүгін сондай саналы боласыз, ақылды боласыз, жұртқа солай көрінесіз бәлде. Бірақ бүгінгі күннің энергиясы еще плюс отбасыда қыз бен жігіттің, әйел мен күйеудің, либо просто отбасының ішінде бір шамалы келіспеушіліктер болып қалуы мүмкін дейді. Сонан абайлайсыздар ғой. Егерде жүкті әйелдер болатын болса, осы айда, либо осы жылғы абайлаңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Ал осы недвижимостьпен айналысатын болсаңыз, онда сіздерге бүгін жақсы сауда, именно жақсы сауда болуы мүмкін. Сондықтан алға, егерде недвижимость мәселесінде машина, үй, бір қымбат зат сататын болсаңыздар, клиент көп келуі мүмкін бүгін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Тауық жылғы болсаңыз, немесе тауық айында туылсаңыз, сентябрь айында, октябрьдің 7-сіне дейін бүгін сіздерге тілек тілеңіздер, міндетті түрде тілегіңіз орындалады, періштелеріңіз қасыңызда, көмек беретін адамдар келеді, либо өзіңіз көмек сұраңыз, либо өзіңіз де көмек беріңіз деп тұр. Бірақ ертең сіздерге мынандай энергия келіп тұр да, қатты болуларыңыз. Ана мен айтқам семьятыр, мен әкемін, либо мен анамын, менің айтқан болу керек, жасау керек деген сияқты, өзіңізді прав қып, ана мен айтқам семьятыр деген сияқты, сонда бір қаттылық келуі мүмкін. Абайлайсыздар ғой, соның кесірінен шамалы стресс болуы мүмкін. Ұрысып қалмаңыздар, шамалы өздеріңізді басасыздар ғой. Либо сізді бір қатты әкесің, либо қатты анасың деуі мүмкін, сырттай біреу айтуы мүмкін, просто өзіңіз жасамасаңыздар. Либо өзіңіз біреуді айтуыңыз мүмкін деген сияқты ғой. Главное, тілек тілеңіздер, тілегіңіз міндетті түрде орындалады, періштеңіз қасыңызда, күндеріңіз сәтті өтсін. Ит жылғы, доңыз жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында, либо ноябрь айында туылған болсаңыз, сіздерге ертеңге бір ортада қалып қойған сияқтымын. Мынаны жасайын десем болмайды. Мына жаққа болмай жатыр, мына жаққа болмай жатыр деп жаңаға. Мына жаққа барсам арба сынады, мына жаққа барсам өгіз өледінің кері болуы мүмкін. Бірақ недвижимостьке, анаға қатысты, балаға қатысты мәселелер, үйдің үлкендері, өзіңіздің ата-аналарыңыз, ата-енелеріңіз, либо үйдің үлкен ұлдарына қатысты бір мәселелер шығуы мүмкін. Әркімге әрқалай плюс, минус, қуануыңыз мүмкін, либо ренжуіңіз мүмкін деген сияқты. Бірақ солардың денсаулығына да қатысты алаңдауыңыз мүмкін, өміріне қатысты ма. Бірақ денсаулықтан сүйекке қатысты және баста мигрень болуы мүмкін. Абайлайсыздар ғой, денсаулыққа қараңыздар. Алдын ала дәрілеріңізді дайындап қойыңыздар. Барлығы жақсы болады, күндеріңіз өте күшті сәтті өтсін. Ертең 22 тамыз күні терезенің алдына қара шай қойып, сәттілік сұрап, байлық сұрасаңыздар міндетті түрде орындалады. Кешке таман шайды төгіп тастасаңыздар болады, азында құйып қойып, қара шай. Осылай, күндеріңіз сәтті өтсін.